Бұл үш атау қатар жүреді өзі. Жоңғар, Ойрат, Қалмақ деген. Енді осының ішінде Ойрат дегені ең ертедегі атауы. Бұл әсіл тегі түркі халқы. Бұлар Шыңғысханға өз еркімен берілді ғой. Шыңғысханның негізгі авангард қолы осылар бұл. Сонда бұларды сол қолға қойған. Сол қол деген сөз Зұңғар. Жоңғар деген сөз осыдан пайда болған. Сөйтіп бұларға Жоңғар деген атау 13 ғасырда пайда болды. Ал Қалмақ деген қайдан шыққан? Бұл төрт ойрат өзі 15 ғасырға келгенде бұлар дамып 6 ойратқа жетеді. Мына Шыңғысханның інісі Абдықасар деген. Бұл енді Қасар ғой. Соның 8-ші ұрпағы Орақ Темір деген өзінің туыстарымен шығыспай ойраттардың құрамына келіп қосылады. Дәл сол кезде тағы да бұрынғы Керей хандығының жұртында қалған тағы бір тайпа Торғауыттар. Сосын бұлар ойрат құрамына кірген дейді. Арада 2 ғасыр өткеннен кейін, енді ел болғаннан кейін бұлар жерге сыйыспайды. Сонымен мынау Торғауыттар біз бәрі бір ел болмайды екенбіз, мына ойраттың құрамына кіріп біз бөлек тұрайық деп, бұлар 1640 жылы Еділ бойына көшіп кеткен. Сол кезде оларға ермей қалған 5 тайпа Қалмақтар деп аталған. Бірақ Волгаға барғандарда да Қалмақтар дейді.